Рахмет. Келесі сөз парламент сенаты төрағасының орынбасары Асанов Жақып Қажыманұлына беріледі. Комиссия мүшелері, кеше мағам телеңөзектен көпті көрген, сөзі өтімді, өте абыройлы, сыйлы бір қария телефон шалды. Жақып, қазір ел назары Конституциялық комиссияда. Жұрт құлақ түріп отыр. Айтшы, Конституцияға неге қатты мән беріп жатырсыздар? Оның елге жай адамға берері не? Конституциямызды жаңарса не өзгереді? Жұрттың тұрмысы оңалама? Жеңгеңде жағаласып пенсия өсе ме? Баламның айлығы көбейе ме? Тамақ арзандай ма? Деп сұрап отыр. Айтпақшы, әкіміміз сонда, облыста жоқ, біз уайымдап жатырмыз деп. Сөйтіп әңгімесін аяқтады. Шынында да бұл көпшіліктің көкейіндегі сауал. Сондықтан алдымен Конституцияның елге, әр адамға не үшін керегін айтып, сосын ұсынылған өзгерістерге пікіріммен бөліссем. Сонымен, Конституцияға неге сонша біз мән беріп жатырмыз? Негізі қазақ қоғамы заңды сырттан үйренген жоқ. Есім ханның ескі жолы, Қасым ханның қасқа жолы, Тәуке ханның жеті жарғысы бәрі де өз дәуірінде елді тәртіпке келтіріп, тұтастығын сақтауға қызмет еткен негізгі ережелер. Бүгінгі Конституцияда сол баба заңдарының қисынды әрі орынды жалғасы. Абай ғұлама да заң мен әділдікке ерекше мән берді. Сөздерінің төркіні, заң дұрыс жұмыс істемесе, әділдік әлсірейді. Ал әділдік әлсіресе, қоғамның іргесі сөгіліп, елдің берекесі қашады. Бауыржан Момышұлы осыны тәртіпке бағынған құл болмайды, тәртіпсіз ел болмайды деп түйіндеген. Яғни заң мен тәртіп адамды қыспаққа алу үшін емес, елді сақтау үшін, жұртты үйістіру үшін, әр адамның құқығы мен шегін нақтылау үшін қажет. Президентіміздің әділетті Қазақстан мен заң мен тәртіп қағидаттарын алға қоюы осы тарихи ұстанымның логикалық жалғасы. Демек, бәрі заң үстемдігіне тіреледі. Ал заңдардың ең басы, ең биігі ол Конституция. Ол халық пен мемлекет арасындағы негізгі келісім. Халық заңды сақтаймын деп міндет алса, мемлекет құқығыңды қорғаймын деп жауапкершілік алады. Жалпы Конституция әр қайсымызға үш маңызды тірек береді. Ең алдымен ол еркіндігімізді, ар намысымызды, меншігімізді қорғайтын құқықтық қалқан. Екіншіден, Конституция әлеуметтік лифт. Әрбірімізге мүмкіндік береді. Білім алуға, емделуге, еңбек етуге, кәсіппен айналысуға. Үшіншіден, ол заң алдында бәрі тең деген қағиданы бекітіп, әділ қоғамның ортақ стандартын орнықтырады. Енді Конституцияны бүгінгі күні неге өзгерту керек? Халқымызда таң атайын демейді, күн қоймайды. Күн батайын демейді, түн қоймайды деген сөз бар. Уақыт күтпейді. Уақыт өзгерсе, өмір өзгереді. Өмір өзгерсе, оны реттейтін ереже де өзгеруі тиіс. Біріншіден, қазіргі әлемдік жағдай күрделі әрі тұрақсыз. Осындай кезеңде негізгі заңда біз қандай елміз, қандай мемлекетпіз, қандай құндылықтарға сүйенеміз, соны айқын, еш күмән қалдырмайтындай жазуға тиіспіз.
Конституцияның алғашқы бетін ашқаннан ақ бағытымыз да, ұстанымымыз да, мемлекет ретіндегі болмысымыз да анық көрініп тұрғаны маңызды. Жаңа преамбулада осы ойлар дәл көрсетілген деп санаймын. Екіншіден, біз кеше ғана пайда болған ел емеспіз. Қазақстан тарихы терең мемлекет, ұлы дала өркениетінің тікелей мұрагеріміз. Бұл жерді ата-бабамыз найзаның ұшымен, білектің күшімен сақтап қалған. Осы жер бізге аманат болып қалған ең қастерлі құндылық. Біз біртұтас ел екеніміз, унитарлы мемлекет екеніміз, жеріміздің бөлінбейтіні, шекарамыздың мызғымайтыны Конституцияда тайға таңба басқандай күмәнсіз жазылуы стратегиялық қажеттілік. Бұл жай декларация емес. Бұл қауіпсіздігіміздің өзегі, егемендігіміздің тірегі, баршамызды ұйыстыратын ортақ ұстаным. Үшіншіден, қоғам санасы өсіп келеді. Азаматтардың мемлекетке қоятын талабы күшейді. Билік бұрынғыдай тек басқарушы емес, жауап беруші институтқа айналуы тиіс. Сондықтан ұсынылған өзгерістер уақыт талабы. Маған маңызды болып көрінген Конституцияның жаңа құрылымы. Институттар арасындағы өкілеттік пен міндеттер дәл бөлінбесе, онда әділдік те тәртіпте болмайды. Қазақстанды биік ғимарат десек, Конституция соның іргетасы. Іргетасы мықты болса, ғана мемлекет тұрақты болады. Сондықтан билік институттарының өзара байланысы Конституцияда осылай анық жазылуы тиіс. Сөз соңында әлгі терең өзектегі қарияның сауалына оралайын. Пенсия өсе ме, айлық көбейе ме? Бұл орынды сұрақ. Бірақ Конституцияның тікелей мақсаты ертең ақ жалақыны көтеру емес. Оның мақсаты әділ ереже орнату, ұрлыққа жол бермейтін, әділетсіздікке тосқауыл қоятын, халық қаржысының мақсатты жұмсалуын қамтамасыз ететін, жауапсыздықты кешірмейтін, лауазымына қарамай заң алдында бәрін тең қоятын жүйе құру. Ал дәл осындай жүйе ғана экономиканы сауықтырып, әділдікті орнатып, табыстың өсуіне жол ашады. Президентіміз айтқандай, конституциялық реформа еліміздің дамуына тың серпін бермек. Сондықтан әділетті, тұрақты әрі өркендеген Қазақстанды құру жолында бәрімізге сәттілік тілейік. Рахмет. Рахмет. Келесі сөз